Қайырлы уақыт, құрметті әріптестер. Сабағымызға қажетті әртүрлі бояуларды жасанды интеллекттің көмегімен жасап өтеміз. Сіздерге жасанды интеллект курсының басталғанын хабарлағым келеді. Ал енді раскрасканы қалай жасаймыз? Ол үшін біз Google аккаунт арқылы кіреміз. Google-ға тенгір.ай деп жазамыз. тенгір.ай деп жазамыз. Бұл жасанды интеллекттің бір ерекшелігі, қазақша жазылған бұйрықтар түсінбейді, сондықтан бар жазатын сөздеріңіз орысша болу керек. Мен өзіме шаршы, үшбұрыш және параллелепипед деген суреттер қажет болды да, жасанды интеллектке жаздым. Біз енді бұны раскраска түрінде болу үшін штриховое искусство дегенді таңдаймыз. Астына креативность, подробности, соотношение сторон деп тұр ғой, соны өзіңіздің қалауыңыз бойынша өзгерте аласыз. Бұл жасанды интеллектті бір уақытта 187.997 адам пайдаланып отыр, менен басқа. Сондықтан мен бұны 20 секундтай, әлде 10 секундтай уақыт күтемін. Сол аралықта маған әртүрлі нұсқада, 4 нұсқада өзінің жұмысын ұсынады. Бірінші жасалған жұмыс маған мүлдем ұнамады, көңілімнен шықпады. Өйткені мынау жасалған дүние маған бояуға, әлде оқушыларыма ұсынуға келмеді. Сондықтан мен бұдан басқа балаларыма арналған раскраска жасайын деп шештім. Мен бұл жасанды интеллектке телефон арқылы кірдім. Телефон арқылы орындауға, жұмыс жасауға мүмкіндігі өте мол екен. Енді мен қазір сұлу және құбыжық деп аталатын мультфильмнің кейіпкерлерін маған раскраска, яғни бояу түрінде жасап беруге тапсырма беріп жатырмын. Креативтің ішіне кірсеңіз және анық білу үшін үшінші тұрған основной деп тұр ғой, соған кірсеңіз, сіз әртүрлі стильді таңдап ала аласыз. Стильдің ішінде, креативностің ішінде қандай нұсқада сізге керек, соны таңдайсыз. Соотношение сторонникқа кіретін болсаңыз, сізге бұл жасанды интеллекттің ұсынатын парақшасы қандай түрде болу керек? 4 қылып шығарасыз ба, әлде 1-де 1 қылып шығарасыз ба? Болмаса бір бетке 4 сурет шығарасыз ба? Мінекей соны сол жерден таңдап ала аласыз. Мінекей маған бір 10 секундтың ішінде суретті дайындап бердім. Мен бұны WhatsApp-қа лақтырып алсам болады, мына жерде көлемін ауыстырып алсам болады, сурет қылып галереяма сақтап алуыма болады, құжат ретінде документтердің ішінде сақтап алуға мүмкіндігін береді. Мен бұл жерде сурет ретінде өзімнің галереяма сақтап алдым. Мына 4 нұсқада берілген бір суретті. Мен бұны балаларының менталды денсаулығын жақсарту үшін күніне теледидарда және де телефонда отырмау үшін балалардың екі жарты шарын дамыту мақсатында бояуса деймін, және де өзінің фантазиясын дамытса деп осындай бояу дәптерлерін жасап беріп шығарып отырмын. Ал енді біз бұны мұғалімдер сабағымызда да пайдалана аламыз, бұл жасанды интеллекті. Белгілі бір суретті мектепалды даярлық және 1-ші сынып аралығында көп пайдаланамыз ғой. Соны осы жасанды интеллектке жасау арқылы 10 секундта ешкімде жоқ раскраскаларды жасап дайындаламыз. Бұл жасанды интеллект тегін, яғни тек қана обновление жасау арқылы барлық уақытта пайдалана аласыз. Яғни басқа жасанды интеллекттер сияқты белгілі бір уақыт өткеннен кейін мынандай ақша құй деп сізден сұрамайды. Мен қазір мұғалім және оқушылар деген суреттер бұйрықтарды жазу арқылы 4 нұсқада мұғалімнің бейнесін алдым да өзіме сақтап алдым. Енді мен осы жерде стильді ауыстырып көрмекшімін. Мен итальян тамағын жасанды интеллект маған сурет ретінде қалай ұсынады екен, соны байқап көрмекшімін. Столдағы спагетти деп жазып, генерировать деп кішкене күте тұрыңыз деген несін күтіп отырмын. Маған осы жерде табиғаттағы спагетти жасанды интеллект қалай көз алдына фото ретінде ұсынады екен, соны күтіп отырмын. Маған аз уақыттың ішінде 4 нұсқада ұсынады, өзіме қажетін галереяма сақтап аламын. Жасанды интеллекттің көмегімен біз сабағымызға қажетті идеяны аламыз, слайд жасай аламыз, аватар жасай аламыз, клипарт жасай аламыз, көрнекілік жасай аламыз. Жасанды интеллекттің мұғалімге беретін пайдасы өте зор. Сондықтан сіздерді старт алған қазіргі мұғалімдердің демалысына орай жеңілдік
болып жатқан жасанды интеллект курсына шақырамын. Ол үшін осы видеоның астына өзім телефон номерімді қалдырамын, соған жазасыздар. Енді мен жасанды интеллект қазақ қызын көз алдына қалай елестетеді екен, соны жазып жатырмын. Шашы қара, әдемі киген қазақ қызы, көзі қара, үстінде киген ақ көйлегі бар деп жазып жатырмын. Жасанды интеллект қазақ қыздарын әртүрлі форматта елестетеді, бірақ шашы өрілген қазақ қызын көбінесе қазір жасанды интеллект жасамай жатыр. Өйткені өрілген шаш көбінесе көп жасанды интеллекттерде орындалмай қалып жатыр, өкінішке орай. Енді мына стильдің ішіне кіріп көретін болсаңыз, логотип жасай аласыз, фотографтың көзімен түсе алынған суретті, әртүрлі ужастик болмаса ескі нұсқада жасалған суретті, көптеген нұсқалары бар, 20 шақты. Соның біреуін таңдай арқылы өз еркіңізбен, өз қалауыңызбен әртүрлі етіп жасауға мүмкіндік беретін суреттерді ала аласыз. Мінекей қазақ қызының 4 нұсқасы маған көрсетіп тұр. Бірінен өтеді, өте әдемі. Төртеуінде түрі 4 түрлі, байқасаңыз, жасанды интеллект сізге таңдау еркіндігін береді. Енді осы жерде өзіме сақтап алдым. Келесі тағы да бір суретті жасап көрмекшімін. Жасанды интеллекті мұғалім сабағында қалай пайдалана алады деген сұраққа тоқтала кетсек, ChatGPT-дің көмегімен біз сабағымызға жасайтын көрнекіліктерді жасай аламыз біріншіден. Екіншіден, сіздің ертеңгі сабағыңызға қажетті идеяларды жасанды интеллект өзі ұсына алады. Жасанды интеллект мұғалімді алмастыра ала ма деген қазіргі уақытта көптеген пікірталастар туындайды. Жасанды интеллектте эмпатия жоқ, яғни балаға деген жанашырлық, жылулық беру, ол тек қана техника болғандықтан болашақта жасанды интеллект мұғалімді алмастыра алмайды деп ойлаймын. Өзімнің жеке пікірім сол. Сондықтан қазіргі техника қарыштап дамыған заманда жасанды интеллекттің өзімізге жақсы жағына қарай пайдалану арқылы сабағымызды көркейтіп, жақсы сабақ өтуге мүмкіндік алайық, иә. Енді мына жерде мен жаңа қазақ жауынгерін жасап көрмекші болдым. Оның маған жасаған нұсқасы мүлде ұнаған жоқ. Енді осы жерде логотип жасап көрмекші едім. Сіз 32 нұсқаның барлығын қолдандыңыз, сондықтан обновление жасаңыз дейді. Бұл жасанды интеллектте бәрі тегін, тек қана обновление жасап өтіңіз, иә. Мына көз алдыларыңыздағы жасанды интеллект маған обновление сұрап тұр. Сіздерді бастап алған жасанды интеллект курсыма тағы да шақырамын. Клипарт каналына неше түрлі суреттер салынып жатқан хабарлаймын. Клипарт каналына тіркелсеңіздер де болады. Алдарыңыздағы суреттің бәрін мен жасанды интеллекттің көмегімен жасап Клипарт каналына салып жатырмын. Көргендеріңіз үшін рахмет. Лайк басып